Ассалаумағалейкум ағайындар, менің есімім Рауан, мен Қазақстан Республикасының азаматымын және заңға дейін компанияда жұмыс істеймін, жалпы қарапайым заңгермін. Қазір өкінішке орай ютубта жалпы тарап жатыр әлеуметтік желілерде шетелден әкеліп рахаттанып жүрген қазақтардың мойнына құрық салғысы келетін әрекеттер тағы да жүріп жатқан секілді. Солардың астарында жатқан әңгімелердің бәрінде олардың көбіне айтатын мемлекеттік органдардың қызметкерлері болсын, тағы бір сондай шенеуніктердің айтатындары, сондай көліктер келгелі жол көлік оқиғасы көп орын алатын болды, құқық бұзушылықтар көбейіп кетті деп. Егер де сол көліктерді болмаса, оларды айдатқызбаса, жүргізбесе, сол құқық бұзушылықтар азаятын секілді. Жоқ, олай емес. Негізінде біздің жалпы мемлекеттің ұстанымы, біздің мемлекет дегеніміз, мемлекеттік билік дегеніміз, үкімет дегеніміз олар кімдер олар? Мына біз секілді халықтардың әл-ауқатын, жағдайын көтеру үшін, олардың жалпы тұрмыс деңгейін жақсарту мақсатында құрылған, соларға қызмет ету үшін құрылған мекеме, ұйым, органдар. Ең бірінші біздің мемлекетіміздің алдында не тұрады? Халықтың мүддесі тұрады, халықтың жағдайы тұрады. Дәл осы тұрған жағдайда осы көлік құралдарына байланысты Армениядан болсын, Ресейден болсын, өзге шетелдерден келген көліктердің барлығы мына біздің халықтың мүддесі үшін бұл жердегі маңызды нәрсе оларды тіркеп беру. Қазақстан Республикасында биліктің бірден бір көзі ол не ол? Бірден бір көзі биліктің ол біз секілді халық. Өйткені бүкіл мемлекеттік құрылым, мемлекеттік билікті ұстап отырған осы мемлекеттің аялы алақанында болу керек халық. Сондықтан олардың мүддесі бізге басым тұрады, және де Қазақстан Республикасында қабылданатын заңдарының барлығы осы ең бастапқы биліктің көзі халықтың ниетінен бастау алады. Дәл осы жерде қайдағы жоқ әңгімелерді айта бермеймін. Құқық бұзушылық көбейіп кетті, тіркеуіміз керек, анау ет, мынау ет, сосын заңда оны жүргізуге тыйым салынған деген сөздерді қою керек. Біріншіден, халық үшін пайдалы оларды тіркеу, рұқсат беру, заңдастыру. Түк проблемасы жоқ оның. Өйткені сол халықтың өзі референдумға осы ұсынысты шығарсаңыздар, легализация, яғни заңдастыруды 5 мың теңге, 10 мың теңге, 20 мың, 30 мың, 50 мың теңгеге дейін қойыңыздар, тіркеудің шығынын, мемлекеттік тіркеудің. Ешкім сіздерге қой демейді, және халық екі қолын көтеріп ура дейді. Біздің тілегімізді қабыл етіп жатыр деп. Референдумда оп-оңай шешуге болады, легализация, заңмен шешуге болады. Қайықтағы жоқ бір сызықты сызып алып, сол сызықтан қорқып жүреміз, мына жерде жар бар деп, ол жерде ешқандай жар да жоқ, сызық өшіре салуға болады оны. Сол халықтың өзімен де заңды өзгертуге болады. Заң жалпы заң құқықтық қатынастарды реттеу мақсатында қолданылатын нормативтік құқықтық акт емес пе? Ол да сол мына халықтың мүддесінен, ең заңның қабылдануының негізінде халықтың мүддесі жатады. Халықтың құқықтары мен міндеттері жатады. Ең басты. Дәл осы тұста халықтың мүддесі, сол көліктердің барлығы тіркелгені, оған айдауға, жүргізуге жол берілгені керек. Сондықтан бізге қайдағы жоқ желеулерді алып, жаңағы біріншіден заң рұқсат етпейді, екіншіден қаяқтағы жоқ бір евростандартарды айтып, керегі жоқ оның бізге, түкке қажет жоқ халыққа евростандарттарының еш нәрсең. Қазір шынын айтсақ, көптеген адамдар сондай жақсы көліктерге мініп, рахаттанып, кеуделерін ашып, тарылған тыныстарын ашып, рахаттанып жүр. Енді тағы да келіп солардың үстіне соққы беріп, олардың көліктерін шығарып тастауға, немесе ұстап алуға, айыппұл салуға, тағы сол секілді қымбат бағада олардан былайша айтқанда қанша ақшасын сорып, кенедей сорып алуға бағытталған әрекеттерді тоқтатып, одан сол халықтың жағдайын көтеретін әрекеттерге жол берейік. Оның оп-оңай жолы бар. Жаңағы сіздер айтып отырған бүкіл заңдар, сіздер сүйеніп отырған жаңағы құқық бұзушылықтардың барлығы түкке тұрмайды. Сол халықтың мүддесіне келген кезде. Біріншіден, заңдастыруды сұраймыз біздер. Болады заңдастыруға. Түк қиындығы жоқ. Ол заңдарды қабылдайтын да, шығаратын да органдардың барлығын мына біз секілді халықтың өкілдері, халықтар сайлаған. Сондықтан парламентте отырған ағайындардың барлығы тек қана халықтың мүддесіне жұмыс істеу керек. Сондықтан олар халықтың мүддесін естуі керек, және жіті қарап отыру керек, және мұқият болу керек. Жалпы айтқанда, атқарушы орган, заң шығарушы орган, сонымен бірге сот билігі, осы органдардың барлығы халықтың ықтияры мен қызығушылығына, ниетіне, мүддесіне өте қырағы болуы тиіс.
бұл менің бұл айтып отқан сөздерімнің барлығының негізінде Қазақстан Республикасының Конституциясы, конституциялық заңдар, жалпы нормативтік құқықтық актілер жатыр. Мемлекет дегеніміз не десек, сонда тұр жауабы. Президент дегеніміз кім десек, сонда тұр жауабы. Әкім десек, кім десек, ол да тұр сонда. Мемлекеттік билікте отырған кім десек, ол да тұр. Енді өкініштісі барлық сол көлік құралдарын кіргізіп алдық. Кіргізген кезде ешқандай ешнәрсе айтқан жоқсыздар. Енді кіргізіп алып, енді есін тандырмақшы болып жатырмыз. Жоқ, бізге олай етпеу керек. Жалпы заңгерлеріміз біздер, мемлекеттік қызметкерлер бар. Бәріміз ойланайық. Бәріміз де осы халықтан шықтық. Мына осы халықтан шықтық. Осы халықтың арқасында күн көріп жүрміз. Бәріміз біріміз күн көреміз арқамызда. Біздің мемлекетіміздің ең бастапқы құндылықтарының бірі ол мынау халық, екіншіден біздің алға қойып отқан мұратымыз құқықтық мемлекет құру. Ал құқықтық мемлекет құрудың өзегінде азаматтық қоғам жатыр. Қазір осы кезде бізде қуанышқа орай еліміздің азаматтық қоғам жақсы қалыптасып келе жатыр. Осы азаматтық қоғамның қазір осы талқылауына салыңыздар, ертең-ақ сіздер жауабын аласыздар. Тіпті қазір-ақ жауабын аласыздар. Оның жауабы кәдімгі осы көліктерді заңдастырып, тіркеп, өз иелерін рахаттанып пайдалануына мүмкіндік ашу. Бұл біріншіден халықтың ашуын тудырмайды, ызасын қалыптастырмайды, қазіргі мемлекеттік билікке деген сенімді нығайта түседі, және де елбасының саясатының, қазіргі елбасының әлеуметтік саясатының барлығының діңгегінің мықты екенін көрсетеді. Ол бір. Одан бөлек көлік құралдарын тіркегеннен кейін оны бақылау мүмкіндігі көбейеді, түсімдер түседі, қазынамыздың қарны томпаяды деп айтуға болады. Екіншіден, жыл сайын төленетін салығы бар екі бастан. Сонымен бірге ең басты мақсатымыз біздің мемлекетіміздің, халықтың қуанышы. Қанша бір мемлекет бай болғанмен, егер біздің еліміздің халқы әрбір азаматы бақытты, қуанышты және мерейлі болмаса, ондай байлықтың бізге көк тиын қажеті жоқ. Сондықтан біз сіздерге ұсынамыз, халықтың бір мүшесі ретінде, осы маған да біраз адамдар келді бұл мәселе жөнінде. Арменияның көліктерінің иелері Ресейден алып, рахаттанып, масаттанып, мініп, рахаттанып жүрміз. Өйткені біздің еліміздегі көліктердің бәрінің сапасы өздеріңіз білесіздер төмен. Ал ол жақтан әкеліп жатқан көліктер әлдеқайда арзан қаласың, және де сапасы да жоғары. Рахаттанып мініп жүр ол кісілер. Балаша қуанып, енді соны сөйтіп жүрген адамдардың төбесінен жай түскенде қылайын деп отырмыз. Ол дұрыс емес. Айтып отырған заңдардың бәрін өзгертуге болады, жеңілдетуге болады. Сондықтан әуелі Аллам бәрімізге қуат берсін. Сондықтан біздер сіздерден нені сұраймыз? Мына халықтың ниетін, мүддесін, нені қалайтынын естіп, соған сәйкес әрекет жасауды. Мұндай әрекет жасау сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Ол міндеттерді өздеріңіз оқитын, өздеріңіз білуге тиіс мемлекеттік қызметкер ретінде барлық заңдарда жазылып тұр. Барлығында сөзсіз жазылып тұр. Өйткені сіздер ол жерге халықтың мұраты үшін, халықты әлбіруққа жеткізу үшін барғансыздар. Сондықтан біздің мемлекетіміздің дәл осы тұста өзінің халықтық мемлекет екенін, елді ойлайтын мемлекет екенін, саясатының да елге бағдар алған көрсететін тұс осы жерде ойлаймын. Сондықтан өздеріңізге, былайша айтқанда, қазіргі мемлекеттік билік, үкімет барлығы халықтың қызметкері. Біздер халық, олардың жұмыс берушісіміз. Сондықтан сіздер ұсынысты беріңіздер бізге, оны заңдастырайық деген. Біздер екі қолмен қолдаймыз сіздерді. Біз сіздерді жақсы көреміз, и всегда лайк болады. Жақсы, кездескенше.